Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет табиғи иммунитеттеріңізді аз уақыттың ішінде көтеретін өте керемет пайдалы амос дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге грек жаңғағы және өрігіміз, мейізіміз және асқабақтың дәнегі қажет болады. Енді оның барлығын үлкенде ыдысқа, кеңде ыдысқа барлығын салып шығамыз. Осылай салып болған кейін қайнап тұрған ыстық суымызды үстіне құйып, жақсылап жуып алатын боламыз. Екінші қайтара салқын сумен жусаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Аз уақыттың ішінде табиғи жолменен иммунитеттеріңізді көтеріп аласыздар. Өте пайдалы. Осылай барлығын жақсылап жуып тазалап алғаннан кейін ситадан өткізіп аламыз. Өткізіп болған екен тағы да екінші қайтара салқын сумен жуып алыңыздар міндетті түрде. Сонда біздің дәнектеріміз тап-таза болып осылай тазарады. Бізге енді лимон қажет болады. Лимонның барлығын қосқан жоқпын. Осылай 4-тен 3 бөлігін қостым да 1 бөлігін алып қалдым. Және де ішіндегі дәнектерін осылай міндетті түрде алып тастаңыздар. Дәнектері өте ащы болады. Сөйтіп турап, майдалап, бұны да массировкадан жақсылап өткізіп алатын боламыз. Барлық дәнектерімізді енді осылай ет тартқыштан жақсылап өткізіп алатын боламыз. Менің каналымда видео бөліміне өтсеңіздер, осындай пайдалы видеолар көп, соларды ашып көрсеңіздер болады. Сіздердің пайдаларыңызға жарайтынына сенімдімін. Лимонды да осылай ет тартқыштан өткізіп жібереміз. Ет тартқыштан тартып болғаннан кейін енді барлығын араластыратын боламыз. Осылай табиғи балдан қосыңыздар. Қанша мөлшерде, қанша кететінін бәрін описанияда жазып кетемін. Сол жерден ашып көрсеңіздер болады. Осыны жақсылап араластырамыз. 1 келгі қою масса дайын болды. Енді осыны жақсылап араластырып болған екен кез келген ыдысқа сап қойсаңыздар болады. Енді шыны ыдысқа салсаңыздар ұзақ уақытқа шыдайды. Шыны болмаса банкі сондайға сап қойыңыздар. Баклажка ондайға салмаңыздар. Өте зиян. Сол үшін осындай шыны ыдысқа сап қойыңыздар. Енді күнде таңертең азанғы уақытта аш қарынға 1 қасықтан азанда жеп алсаңыздар өте пайдалы. Азанғы уақытта осылай кішкене қасықпенен 1 мезгіл аш қарынға жесеңіздер нәтижесін тез уақытта көретін боласыздар. Өте пайдалы. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.